Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қуырылған тұшпараның жасалу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар, жасап көруге кеңес беремін. Алдымен картопты осылай кішкентай етіп турап аламыз. Үстіне су құйып, отқа қоямыз. Ол піскенше біз қамырын дайындап аламыз. Алдымен ұнға тұзды саламыз, қант, және де бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып араластырып алуымыз қажет. Содан кейін қайнаған суды қосып, алдымен қасықпен, сосын қолмен қамыр илеп алуымыз керек. 1,5 стакан су құямыз. Қайнаған су қосқан себебіміз ол қамырдың қытырлақ әдемі болу үшін. Ұнға қосқаннан кейін ол қатты ыстық болып тұрмайды, қол күйетіндей болмайды. Қолмен осылайынан қамыр илеп қоюымыз қажет. Орташа қамыр болғаны дұрыс. Содан кейін екіге бөліп, оны бетін жауып қоямыз. Қамырымыз илеп болғанша картопымыз да пісіп қалды. Оған тұзды қосамыз, және де қара бұрыш. Егер бар болатын болса, аскөк қосуға да болады. Қызыл бұрыш қоссаңыздар да болады. Немесе пиязды майға бір қуырып жіберіп қоссаңыздар да болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Жақсылап араластырып езіп аламыз картопымызды. Одан кейін қамырды алып, ұн сеуіп, жақсылап, жұқалап жайып алуымыз қажет. Мантыға қосқан сияқты жұқалықтағы қамыр қажет болады. Мен осындай бауырсақ кесетін құралмен кесіп шықтым. Пышақпен кессе де болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Содан кейін барлығын 4 бұрышты етіп, квадрат етіп кесіп шығуымыз керек. Каналға тіркеліп, лайк басуды, қоңыраушан басып қойды ұмытпаңыз. Барлық кесілген бөлшектерге картопты езбемізді салып, тура пельменді түйгендей түйіп бұрап аламыз. Видеода көрсетіп өттім екеуін. Барлығын дәл осылай орап түйіп шығамыз. Бұл аралықта газге майымызды қойып қойсақ та болады. Қатты қызған майға осылай 6-7-ден салып алсаңыздар болады. 1 минуттың ішінде пісіп шығады. Екі бетін ауыстырып пісіріп ала бересіздер. Менің арнама әлі де жазылмаған болсаңыз, жазылып, лайк басып, қоңыраушан басуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта рецепт салсам, қоңыраушан басқан болсаңыз, сізге хабарлама болып барып тұрады. Барлығын дәл осы ретпен қуырып аламыз. Көп уақыт кетпейді. Жасап көріңіздер. Дәмді, қонақтарға да, үй-ішіңізге де ұнайтын ерекше тағам десем де болады. Жасап көріңіздер. Жасасаңыздар, комментарийға отзыв жазып кетсеңіздер болады. Және алдағы уақытта менің арнамда қандай рецепттер күтесіздер, сол туралы да жазып кеттіңіздер.